Саламатсыздар ма барлықтарыңызға. Көп қыз келіншектердің бас проблемасы салмақ. Бәріміз босанғаннан кейін артық салмақ көбейеді, дұрыс ұйықтамаймыз, балаға қараймыз түнімен. Артық салмақтан арылғысы келіп жүрген қыз келіншектерге үй жағдайында қолжетімді вариант осы турбо шайын ұсынғым келіп отыр. Мен оны өзім қолдандым. Мен емізулі анамын. Ең кішкентайым 1,5 жаста. Емізулі аналарға да бола береді екен. Жасы енді бала 1 жас немесе 1 жасқа жақын емізулі аналарға бола береді. Ал былайша баласы кішкене енді туылған шақалақ балдарға, емізулі аналарға оны ішуге болмайды. Негізі менде салмақ 70 килограмм салмақта едім. Осыны ішкеннен кейін 2 күнде 2 килограмм салмақ тастадым. Яғни бұл ішті тазалайды, отек түсіреді. Одан кейін тамаққа деген тәбетті басады. Егер де дұрыс тамақтанып тазамай жүрсеңіз, егер жаттығу жасап тазамай жүрсеңіз, мен осы шайды алуларыңызға кеңес беремін. Екіқабатты әйелдерге және де емізулі, баласы кішкентай, әлі енді туылған айлық аналарға ұсынбаймын. Баласы 1 жасқа толған, қосымша тамақ жей алатын аналарға ұсынамын. Мен бұны қолдандым. Сәлем, баршаларыңызға сәлем бердім. Бүгінгі менің түсіретін, айтатын пайдалы ақпараттарым әйел кісілерге арналған, қыз келіншектерге, әйел кісілерге арналған ақпарат. Үй жағдайында қас пен кірпікті өсіру жолдары туралы айтып берейін сіздерге. Бұны өзім жасап көрдім, өзіме пайдасы тиді. 2 аптаның ішінде өзіме пайдасы тиді. Сол үшін сіздермен бөліскім келіп тұр. Ең біріншісі бізге керегі мінекей касторовое масло, одан кейін айевит, бұл барлықтарыңыздың үйлеріңізде табылады деп ойлаймын. Кейін мынандай бір кішкентай ыдыс керек бізге. Енді айевиттен 5 капсуласын алып, мынадан бір азғантай ғана жартысын ғана мына бір шыны ыдысқа құясыздар дағына. Мынаның ішіндегі майды сығып, екеуін араластырып бір ыдысқа құясыздар. Кейін оны араластырып шайқайсыздар и осыны толық тоқтатпай 2 апта жағасыздар. 2 аптадан кейін нәтижесі әжептәуір пайда болады. Мен негізі қасым онша жоқтығын осыны жаққан ем. 2 аптада кәдімгідей қасым өсті. Ешқандай да карандаш та керек емес қасқа. Табиғи әсері бар рецепт. Осы екеуін араластырып бір ыдысқа құйып, бір ыдыс осы екеуін сығып, мынаны сығып, мынадан жарты мынаған құйып, екеуін араластырсаңыздар, әсері өте керемет.